Ассалаумағалейкум достар. Маған посылкаларым келді. Мындай посылкаларым келді менің. Маркалар, Қазақстанның маркалары, основном мен жинайтын. Соны қазір ашып көрсететін боламын. Сосын мынаның ішінде не бар? Монеталар бар. Новый Қазақстаннан шыққан. Жаңадан монеталар шықты. Соларды көрсететін боламын. Достар, осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осындай маркалар. Суретін міндетті түрде салатын болам. Марканы. Жаңадан шыққан. Жалпы. Роза Бағланова 2011 шыққан марка. Қазақстанның және КСР-ның халық әртісі, халық қаһарманы әншісі. Тағы да Алматыдан келді, мынау бізде. Алматыдан келген марка. Осыны ашатын боламыз. Монеталар. Ұлыбританияның монетасы. Сосын бізде евро, 2 евро мында. Мында 2 евро бар. 2 евро. Көрініп тұрмекен, тұрсын етпеді. Сосын мында бізде 50 цент бар. Евроцент. Евроцент. Сосын мында жапондық не бар. Жапония монетасы, тиыны. Жапондық тиын бар. Сосын бізде енді достар айтып кетіңіздер, қандай елдің монеталары, білмеймін точно. Қандай елдің монетасы, түсінбедім. Мінеки, мындай суреті бейнеленген. Керемет марка. Көрініп тұрған жоқ па? Әдемі меніңше маркалар. Және де мұнда бізде Ахмет Байтұрсынұлының портреті бейнеленген, суреті бейнеленген, мынандай, осындай керемет марка. Келесі бізде Жамбыл Жабаев. Жамбыл Жабаев. Атамыздың суреті бейнеленген марка. Қазақстандық. Бұл да әдемі деп есептеймін мен де. Әдемі маркалардың бірі. Жамбыл Жабаев. Атамыз портрет бейнеленген. Келесі бізде Ертарғын Батыры бейнеленген сурет маркасы. Бұл да әдемі маркалардың бірі. Қазақстандық. Ертарғын Батыр дейді. Қазақстандық марка. Сары түсті. Келесі бізде Кенбаев атты суретшінің қазақстандық асауға құрт салу дейді.
асауға құрық салу деген біздің дәстүрімізге жатады. Қазақ дәстүрінің бір несі, дәстүрі асауға құрық салу. Бұл да әдемі маркалардың бірі, қазақстандық. Керемет. Енді мына нені толықтай нете алмау мүмкін сізге. Интернеттен нетпесеңіз, жақынырақ суреттерін салатын боламын. Балаларды қорғау ұйымы, қазақстандық. Азия ойындарының символы ретінде барс бейнеленген, мультяшный барс бейнеленген марка қазақстандық. Қандай әдемі, керемет. Келесі бізде Сырлы там мазары 13-ші ғасыр дейді. Мазар. Осындай мазарлар бейнеленген негізі марканың топтамасы бар. Серия бойынша шыққан бұлар біздерде, Қазақстанда. Белгілі серия бойынша шыққан кілең нелер. Қазақстанның сәулет өнерінің ескерткіштері ретінде бір серия үлкен. Ол менде толыққанды бар деп санау болады. Себебі менде бұл бір серияда 4 штук болады, 4 марка болады, 4 түрлі марка. Соның уже сериясын жабатын не бұл марка. Телжанов деген суретшінің бейнеленген сондай марка. Көкпар ойыны қазақта. Бұл серияда да қазақтың ұлттық ойыны ретінде Қылқаламы деген серия, сол Қылқаламы деген серияда 4 түрлі марка болады, осындай лист марка болады, кішкентай. Соның менде 3-і бар, осы маркамен менің серияларым жабылады. Сонымен 4-шісі болатын жабылады. Келесі бізде мұнда бір ерекше маркамыз. Наурыз деген марка 2000 жылы шыққан, Қазақстанның Наурыз мейрамына арнайы шығарылған марка. Бұл жерде қарайтын болсаңыз, перфорация жоқ, яғни перфорация дегеніміз бұл жерде мына маркаларда, бізде қалған маркаларда көріп тұрсыз. Яғни перфорация деген мына тістері жоқ, яғни кесілмеген, яғни тесілмеген. Мынау бізде сол осы наурызға арналған маркамыз тесілмеген, перфорациясыз деп айтылады. Орысша перфорация дейді, яғни қазақша енді тесілмеген енді деп ойлаймын. Бұл жерде көп жағдайда маркалар тесіледі. Яғни мына марканың өзінің сондай несі, осындай ерекшелігі тесіліп тұрады да, яғни бұл маркаларды оңай алу үшін. Сосын артында, әр маркалардың артында өзіндік клей болады. Ол клейге құртта қандай азғантай сулап жіберсеңіз жақсы жабысатын болады. Сол үшін клей қалдырып кететін болады, заводской клей қалдырылады артында. Сол сияқты мынауда да клей бар артында, міне жылтырлап тұр, бетінде клей бар деген сөз. Яғни бетінде перфорациясыз, яғни тесілмеген беті. Бұл өте қымбат болады, қымбат тұрады бұл тесілмеген маркалар. Қарап отырсаңыз, менде
тесілмеген, жаңағыдай негашенный дейді, яғни мөр басылмаған деген сөз. Яғни таза маркалар менде таза әрі ерекше әрі серік кездесетін марка. Мынандай екі марка, ерекше маркалар. Бұл почта СССР дейді. СССР кезінде шыққан, Қазақстанда шыққан, яғни КАЗ СССРде шыққан почталық марка, лист марка. Бұл бізде ерекшелігі сонда, бұның бетінде надпечатка деп айтамыз. Надпечатка дегеніміз бір марка, міне мысалға осындай марка шығады, осындай таза марка шығады, и уақыт өткен сайын бұл марка өте көп тиражда шыққаннан кейін, уақыт өткен сайын бұның бағасы өзгереді. Яғни сосын бұның көп тираж шыққаннан кейін бұл көп сатылмайтын болғасын, өтпеген маркаларды, почтада қалған өтпеген маркаларды алып, үстінен надпечатка жасап, жаңадан шығаратын болады оборотқа. Яғни бұл жерде бізде надпечатка бар, и үстінен надпечатканың өзі қисық кеткен. Яғни бұл маркалардың арасында брак деп айтылады. Бракованный марка есебінде бұл жүреді. Бракованный марка есебінде жүреді. Бұл өзіндік бағасы 1 копейка болатын, өзінде 1 копейка деп жазылып тұр маяқта бізде. И үстінен надпечатка 24-50. 24-50. Бұл бізде 24 тиын болу керек. 24 тиынге 50 тиын болу керек, бұл үстіне басылған. Болмаса 24-50 деген кім білсе соны айтып кетіңіздер. 24-50 деген қандай бізде? 24 рубль 50 копейка ма, әлде 24 теңге 50, әлде 24 теңге 50 тиын ба, соны айтып кетсеңіздер. Менде дәл сондай не бар, дәл сондай марка бар, бірақ басқа надпечаткамен, то есть дәл сондай надпечатка, бірақ ол да солға қарай жылжып кеткен, бракованный тоже. Бұл жерде 10 деген не бар, 10 теңге ма, әлде ол 10 копейк па, 10 рубль ма, оны бір түсінбедім, білмедім. Оны сіз айтып кеттіңіздер, комментарий жазып кеттіңіздер. Мынау екі бракованный маркалар менде коллекцияда. Маркалар сөз жоқ айтатын. Міне бізде мынау Ресей Федерациясының бұрынғы СССР кезінде шығарылған марка. Богородская резьба дейді, яғни ағаштан жасалған бұйымдар. СССРде шыққан, 1979 шыққан. Осындай керемет әдемі маркалар бар. СССРдің маркасы. Бұл 2 копейк болу керек, 2 копейк номинал, яғни номиналдар болады әр марканың.
өзінің номинал болады, теңге болады. Қазақстанда теңгемен болады, орыстарда рубль болады, Ұлыбританияда бізде фунт стерлинг болады, евроцент болады Европа мемлекеттерінде. Мынау бізде Жастовская роспись дейді. 4 копеек. Жастовская роспись. Мындай беті, глянцевый сияқты беті. Осындай марка. Енді бұл арт жағы кішкене мына несі енді ескі не боласын, кішкене осындай проклейкалер бар. Енді болады мындай. Бұлай өзі жақсы не екен, марка, әдемі маркалар. Бұл бізде Хохломская роспись. 79 жылғы маркалар бұл. 3 копейк. 3 копейка. Ценнигі. Номинал. Мындай несі бар. Осылар, үшіншісі ғой бұл. Тағы төртіншісі бар, үшіншісі ғой бұл. Тағы да міне екеуі бар мұнда. Олар бір сериядан болу керек. Міне тағы да. Вологодское кружево дейді. Вологодское кружево. 15 копейк міне СССР-де шыққан марка. Әдемі, керемет. Глянцевый беті. Арты міне клейлері бар, клей. Бәрі дұрыс. Сосын бізде Холмогорская резная кость. Міне сүйектен жасалған бұйымдар. Міне сүйекпен жасалған бұйымдар. Қолмен жасалған бұйымдар. Ресей Федерациясы. Келесі бізде Литовская республика. Литовская республиканың 4 маркасы міне мынадай. 4 маркасы. Бұл вообще бұның несі ерекше екен. Тіптен бұл перфорациясыз екен. Ең қызығы. 4 штугі. 4 штук 90 жыл шыққан екен. Бұл перфорациясыз. Бірақ перфорацияның сурет ретінде қалдырып кеткен екен перфорацияны қараңыз. Точечный қылып, нүкте қылып, мынандай суретін қалдырып кетті. Яғни тесіктердің суретін қалдырып кеткен тек қана. Яғни тесілмеген. Кәдімгідей қағаз сияқты екен. 4 қағаз сияқты екен. Мындай цветтерде 4 түрлі цветте, 4 түрлі түсте. Осындай марка екен, қызық екен. Келесі үлкен листер бізде. СССР-де шыққан 4 копейк. 300 лет со дня рождения дейді. Витус Беринг дейді. Витус Беринг дейді. Міне, мынандай. Осындай марка. Беті тоже рельефный, беті рельефный, сосын перфорациясымен. Міне, көретін болсаңыздар, тесілген беті. Артында клеевой несі бар. Көрдіңіз ғой да, міне светке көрінеді клей. Әдемі. Келесі бір, бұл да СССР-де шыққан 1988 жылы 10 копейк.
номинал 10 копеек почта маркасы. Бұны сіздер көрген шығарсыздар. Мына нені, жаңағы памятникті әр советский СССР киноларының бастайтын кезде осы памятникті шығарады. СССРді киноиндустрияның символы болған памятник. Бұл почта, СССРдің почтасында шыққан почтовый марка, почта маркасы. Клеевой несі бар, бәрі сау, керемет. 80 жылы. Бұл да СССРде шыққан почтовый марка, 4 копеек, номинал 4 копеек. Кремлевский часовня, Кремльдегі часовня, яғни сағат. Лондонда Биг Бен деген бар. Мынау Ресейде, Мәскеуде часовня. Үлкен Кремльдегі. Үлкен әдемі марка. Мынау да почта СССРде шыққан почта маркасы 1988 жылы 1 копеек. Бұл манағы көрсеткен листтің оригинал түрі, яғни надпечаткасыз оригинал түрі, бастапқы түрі. Надпечаткасы жоқ, көрдіңіз ба? Қазақстан деген. Бұл жерде оригинальный өзінің осындай лист целый. Керемет. Мынау да бізде СССРде шыққан 45 копеек үлкен номиналды почта маркасы. Бұл сол манағы 1982 жылы шыққан манағы Кремльдегі часовняның үлкендеу түрі. Міне осындай марка. Рельефный. Бетінде мынандай несі бар, әдемі, оригинальный. Артындағы клей бар. Украина мемлекетінің жылқылары дейді. Мынандай марка. Украина мемлекетінің жылқылары дейді. Мында бізде сосын соңғысы Disney. Disney мультик. Керемет, әдемі. Әртүрлі Микки Маустың мультиктегі сюжеттер бейнеленген маркалар. Әдемі. Міне Микки Маус, Диснейленд. Disney компаниясының шығарған маркалары бұл. Микки Маус сериясынан. Мультиктегі сюжеттер бейнеленген, артында міне клеевой несі бар.
маркалардын топтамасы бітті келген. Бізде осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода осы қорапшаны ашатын боламыз. Ішінде монеталар бар, тиындар бар Қазақстан.